Жаңызға сәлем. Біз бүгін 6 сынып математикасының 711-712 есебін қарастырамыз. Бірінші есепте бізде 5 жақшаның ішінде 2 плюс алгебралық өрнектегі жақшаларды ашу. Яғни жақшаның сыртында 5-ке, жақшаның ішінде әрбіреуін көбейтіп шығамыз. 5 көбейтілген 2 қосылған 5 көбейтілген а. Бұл жерде таңбаларға қарау маңызды. 5-тің алдында бізде плюс болғандықтан жақшаның ішіндегілерінде таңбалары өзгермейді. Сонда бізде шығады 10 плюс 5а. Екінші есепте минус жақшаның ішінде 5 плюс б тұр. Яғни минус 1 деген сөз. Жақшаны ашқанда бізде таңбалары қарама-қарсы ауысады. 5-іміз минус 5 болады. Плюс в-мыз минус в болып жазылады. Келесі үшінші есепте тағы да минус жақшаның ішінде с минус 3. Яғни жақшаның ішіндегі таңбалар қарама-қарсы ауысады. С-ның алдында плюс тұр, сондықтан минус с, минус 3-іміз плюс с болып жазылады. Келесі минус 0,4, жақшаның ішінде 6 минус х. 6-ның алдында плюс тұр, сондықтан минус 0,4 көбейтілген 6. Минус х болғандықтан ол плюске айналады. Плюс 0,4 көбейтілген х. Себебі 0,4-тің алдында теріс таңба тұр, минус таңбасы. Енді 0,4-ті 6-ға көбейтсек, бізде 2,4 шығады, яғни минус 2,4 қосылған 0,4 х. Келесі минус 1,3, жақшаның ішінде y плюс z. Жақшаның ішіндегі таңбалар тағы да ауысады. Минус 1,3 y минус 1,3 көбейтілген z болады. Келесі бізде 9,1 жақшаның ішінде 10 плюс т. Бұл жақта барлығы да плюс болғандықтан 9,1-дің алдында, сондықтан таңбалары ауыспайды. Жазамыз. 9,1-ді көбейтеміз т-ға. Сонда 91 шығады. Плюс 9,1 т. Келесі бізде 712-ші есеп. Берілгені 3-тен 2, жақшаның ішінде 6а минус 9b плюс 2,7. 3-тен 2-ні осы жақшаның ішіндегі бәріне көбейтіп шығамыз жеке-жеке. 3-тен 2 алды плюс болғандықтан жақшаның ішінде таңбаларымыз бізде өзгермейді. Жазамыз. 3-тен 2 көбейтілген 6а минус 3-тен 2 көбейтілген 9b. Плюс 3-тен 2 көбейтілген 2,7. Қысқартуларды орындаймыз. 3-пен бізде 6 қысқарады. 3-ке қысқарады. 3-те 1 қалады, 6-да 2 қалады. Сонда бізде қалады мұнда 2 көбейтілген 2а. Минус 3-пен бізде 9 қысқарады. 3-ке. 3-ті 3-ке қысқартсаң 1, 9-ді 3-ке қысқартсаң 3, қалады 2 көбейтілген 3b. Плюс 3-пен 2,7 3-ке қысқарады. 3-ті 3-ке бөлсең 1, 2,7-ні 3-ке бөлсең 0,9. Жазамыз. 2 көбейтілген 0,9. Енді көбейтілулерді орындаймыз. 2-ні 2-ке өтсек 4 шығады. 4а. Минус 2-ні 3-ке өтсек 6, 6v. Плюс 1,8. Келесі минус 7-ден 2. Бұл жерде 7-ден 2-ның алдында таңбасы минус болып тұр. Сондықтан жақшаның ішіндегі барлық таңбасы қарама-қарсыға өзгереді. 7х-іміз яғни минус болып. Яғни жазамыз. Минус 7-ден 2 көбейтілген 7х деп. Тағы да жеке-жеке көбейтіп шығамыз. Минус 7-ден 2 көбейтілген 7х. Минус 7-ден 2 көбейтілген 28y. Келесі минус пен минус плюсті береді. Плюс 7-ден 2 көбейтілген 0,7. Қысқартуларды орындаймыз. Бізде 7 мен 7 қысқарады. 7-ге 1 шығады.
Сонда мында қалады минус 2 көбейтілген x. 7 мен 28 қысқарады 7-ге. 7-ні 7-ге өсең 1, 28 7-ге өсең 4, 2 көбейтілген 4, y жазамыз. 7 мен 0,7 тағы да 7-ге қысқарады. 0,7-ні бөлгенде 7-ге 0,1 шығады. Сонда 2 көбейтілген 0,1 қалады. Жазамыз. Минус 2x минус 8y плюс 0,2. Келесі үшінші есепте минус 1,5. Жақшаның ішінде 2 минус 4a плюс 20v. Бұл жерде жақшаның сыртында минус таңбасы тұрғандықтан жақшаның ішінде таңбалардың барлығы қарама қарсы өзгереді. Яғни минус 1,5-ті көбейтеміз 2-ге. Келесі минус 4a болғандықтан оның плюс болып өзгереді. Себебі минус 1,5-ге минус пен минус плюсті береді. 1,5-ті көбейтеміз 4a-ға. Минус пен плюс минусті береді. 1,5 көбейтілген 20v. Сонда шығады минус 3. 1,5-ті 2-ге өтсең 3 шығады. Плюс 1,5-ті 4-ге өтсең 6 шығады. 6a. Минус. Так, мұнда 30v шығады. 1,5-ті 20-ға өтсең 0 мен ана үтір қысқарады. Сонымен 30v шығады. 2,3, 3x минус 4y плюс 5 тұр жақшаның ішінде. 2,3-ті жеке-жеке қойып шығамыз. Алдында плюс тұрғандықтан жақшаның ішінде таңбалар өзгермейді. Жазамыз 2,3 көбейтілген 3x минус 2,3 көбейтілген 4y. Мен қате жазып жүрген, минус таңбасы өзгермейді. Минус 2,3 көбейтілген 4y плюс 2,3 көбейтілген 5. 2,3-ті 3-ке көбейтсек, бізде 6,9 шығады. 6,9x минус, так, 3-ті 4-ке өтсең 2 бір ойда, 4, 2, 8, ойдағымен 9, 9,2y плюс 3,3 5-ке көтсең 11,5 шығады.